мектептің педагог зерттеуші санатына өтініш берген ұстаздарымыз өздерінің жазған авторлық жұмыстарын үш ауданға тарату мақсатында онлайн сабақ бергелі отыр. Бұл сабақты көріп, өздеріңіз комментарияларыңызды жазып берулеріңізді сұраймын. Қазір бірінші болып бізде бастайтын мектеп директоры Жеңіс Иманғалиевна бастайды. Бізде 3 топ бар. Қазір бірінші топта 5 мұғалім сабақтарын өтеді. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Менің жобамның жалпы элективтік курстың тақырыбы ПБЛ жобалау технологиясы арқылы тарих пәні бойынша оқушылардың зерттеушілік қабілетін арттыру. Project Based Learning. Бұл жалпы негізгі мақсаты бағдарламаның қоғамдағы өзгерістерге икем бере алатын ізденімпаз тұлғаны қалыптастыру, тарихты зерттеу арқылы сыни ойлау, шығармашылық және дербестік дағдыларын дамыту, үшіншіден білім беру үрдісіне жобалық оқыту технологиясын енгізу арқылы оқушыны белсенді қатыстыру, төртінші мұғалімнің кәсіби шеберлігін арттыру, зерттеуші бағыттағы жұмыс жүргізуге баулу. Енді негізгі міндеттеріне тоқталып өтетін болсақ, оқушыларды жобалық әрекетке тарту және шығармашылық тапсырманы орындату, пәнге қызығушылықты арттыру арқылы білім сапасын көтеру, жоба нәтижелерін жариялау, ғылыми семинарлар мен фестивальдар ұйымдастыру, әр педагогтың кәсіби құзыреттілігін жақсы. Енді мен уақыт кетіп жатыр, сондықтан қалған мұғалімдерге біз енді негізінен ғылыми зерттеу жұмыстарына көп мән беретін болғандықтан осы міндеттерді алға қоюымыз керек. Жалпы ПБЛ технологиясының мәні неде? ПБЛ Project Based Learning жобалау арқылы оқушылар ең біріншіден мәселені өз бетінше зерттей алады, ақпаратты жинайды, талдайды, шешім қабылдайды. Екіншіден тарихи оқиғаларды өмірмен байланыстыра отырып, түсінуге мүмкіндік береді. Тағы да бір ерекшелік бұл жерде әр оқушының зерттеушілік қабілетін дамытуға бағытталады. Бұл әсіресе жоғарғы сыныптың оқушыларына да, орта буын оқушыларына да өте қажетті деп есептеймін. Енді жеке тұлғаны дамытудағы бағыттарына келетін болсақ, зерттеушілік қабілет, яғни біздің тарих пәнінде тарих деректермен жұмыс, объективті баға беруге, бағалау арқылы балаларды біз жұмысқа үйрете аламыз. Сыни ойлау екіншіден. Оқиғаларды салыстыра талдау, өз пікірін негізі, өз пікірін нақты айта алу. Және де шығармашылық. Бұнда оқиғалар желісімен әңгімелер құрастыра отырып, пікір таласқа балалар шыға алады. Енді әлеуметтік жауапкершілікке келетін болсақ, топпен жұмыс, рөлдік ойындар арқылы коммуникативтілікке баулу болады. Бағдарламаның құрылымына келетін болсақ, 34 сағаттық курстың әрбір сағат бір нақты тарихи тақырыпқа арналған. Хронология бойынша оқыту бойынша тас дәуірінен қазіргі Қазақстанға дейінгі тарих. Әр тақырыпқа зерттеу тапсырмалары мен практикалық жұмыстар берілген. Оған енді нақты нәтижелер күтіледі. Тарих сабағы болғандықтан ең біріншіден біз картамен жұмысты, тарихи реконструкция және де тарихнамалық, дерекнамалық дерек көздерімен жұмыс жасауымыз керек. Тақырыптық мазмұнына үзінділер келтіре кететін болсақ, мысалы бірінші сабаққа тас дәуірінің, бұл кезде картамен жұмыс, құрал түрлері. Тағы да бір сабақты алатын болсақ, мысалы ұлы жібек жолы, мәдени байланыстар, экономикалық байланыстар. Тағы да бір сабаққа тоқталатын болсақ, ол өте ауқымды тақырып 1906 жылғы ұлт азаттық көтеріліс, тарихи мәні зерттеу. Тағы бір тақырыпты алатын болсақ, ол тәуелсіздік жолы, сана және жаңғыру бойынша. Енді оқу әдістеріне тоқталып өтейік. Оқу әдістерінде ПБЛ әдісі жоба жасау арқылы зерттеу жүргізу. Екіншіден қиял әлемінде тұлғаны таны деген осындай ойындарды беру арқылы оқушыларға шығармашылық тапсырма. Кез келген бір керемет тұлғаны беріп, өздерінің айта кететін дүние бұл суретпен жұмыс, карта тапсырмалары. Бұнда енді көзбен шолу және практикалық ізденіс. Әсіресе бұл мынау қайта өрлеу дәуірі мәдениетін өткен кезімізде суреттермен жұмыста, басқа да тарихи кезеңдерде суреттермен жұмыс бізге үлкен жетістікке әкеледі. Енді күтілетін нәтижелер.
жалпы зерттеу жүргізу және оны қорғау қабілеті дамиды. Бұнда біріншіден, екіншіден тарихи деректермен жұмыс жасау дағдылары қалыптасады. Үшіншіден, топпен жұмыс, ақпаратты талдау, шешім қабылдау дағдылары дамиды. Төртіншіден, тарихты терең меңгерген, ой өрісі кең азамат қалыптасады. Бұл ПБ жобасының маңыздылығын айтайын. Бұнда сөйлемейтін оқушы болмайды, барлық оқушы осы жобаға қатысып, кішкене нашар оқитын талпынып өзінің ойын пікірін білдіре алады. Енді бұл курс оқушыларды тек білім алушы емес, зерттенуші, ізденуші ретінде дайындайды. ПБ технологиясы қазіргі білім беру жүйесінің маңызды құралдарының бірі болып табылады. Бұл мұғалім мен оқушының арасындағы жаңа форматтағы серіктестікке жол ашады. Қорытындылай келе, тарих өткеннің сабағы, болашақтың бағдары. Осы ұстаныммен алынған дүние, сондықтан алуыңыздар, достарыңызға, пайдалануларыңызға болады деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Қайырлы күн, құрметті достар, құрметті қонақтар. Менің тақырыбым эмоциялардың құпиясы және өзімді және өзгелерді түсіну өнері. Аты-жөнім Байтас Азамат Сәттімбекұлы, Алматы қаласы, нөмір 181 жалпы білім беретін мектеп. Енді бұл эмоциялардың құпиясы және өзімді және өзгелерді басқару түсіну деген алған себебім 7-8 сыныптарда өздеріңіз білесіздер, осы аралықта оқушылардың дағдарыс кезеңі, яғни өз эмоцияларын басқара алмай көп жағдайда бағдарламаның мақсаты 7-8 сынып оқушыларына эмоциялардың табиғатын терең ұғындыра отырып, олардың өзін өзі тану және өзге адамдармен тиімді қарым-қатынас құру біліктілігін арттыру, эмоцияларды дұрыс түсіну мен реттеу дағдыларын дамыту арқылы оқушылардың ішкі және сыртқы ортаға деген оң көзқарастарын қалыптастыру, жеке және әлеуметтік құзыреттілігін жетілдіру. Бұл бағдарламаның өзектілігі заманауи қоғамда ақпараттың шамадан тыс көбеюі, әлеуметтендірудің күрделенуі және технологиялық жаңашылдықтар жас ұрпақтың логикалық жағдайына айтарлықтай ықпал етуде. Қазіргі уақытта әлеуметтік жағдай әлеуметтік желілерде неше түрлі жағдайлардың барлығын оқушылар тікелей өздері көреді. Сол көрген әрекеттердің барлығын оқушылар өзара қайталауға, жасап жатады. Енді бұл бағдарламаның негізгі міндеттері оқушыларға эмоцияның ұғымының психологиялық, физиологиялық, әлеуметтік маңызын түсіндіру, және осы дағдарыс кезеңінде психологиялық, физиологиялық жағынан өсу жетілу болғаннан кейін осы жасөспірімдерге дұрыс бағыт-бағдар беру болатын. Эмоционалдық интеллекті дамытуға бағытталған теориялық білім мен практикалық тәсілдерді таныстыру, эмоцияларды реттеудің және дұрыс бейнелеудің тиімді әдістерін меңгерту, тұлғааралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырып, эмпатия мен рефлексияны дамыту және жас ерекшелігіне сай өзін өзі тану мен және эмоционалдық қалыптасуға жағдай жасау. Енді бағдарлама 7-8 сыныпқа арналған болғаннан кейін 7 сыныптарға тоқталатын болсақ, аптасына 1 сағат, жылдық сағат саны 34. Жалпы бағдарлама 3 тараудан құралған. Бірінші тарау эмоция және мінез-құлық, екінші тарау эмоцияларды тану және бақылау, үшінші тұлғааралық қарым-қатынас негіздері. 8 сыныпта дәл солай 3 тараудан құралған. Эмоционалдық интеллекті тереңдету, бірінші тарауда, екінші тарауда тұлғааралық қарым-қатынас мен ынтымақтастық, үшінші тарау шығармашылық ойлау және өзін-өзі дамыту. Енді 8 сыныпта бұл жерде дағдарыс кезеңі болғаннан кейін оқушылар өздерінің қоршаған ортамен қарым-қатынасын реттеу мақсатында осы тақырып алынып жатыр. Енді оқу нәтижелігіне келетін жетістік бұл Блум таксономиясы бойынша жасалған. Оқушы теориялық материалдарды жинады және оны есіне сақтайды. Оқушы өз сезімін түсіндіре алады, өздерінің эмоцияларын басқара алады және қоршаған ортамен дұрыс қарым-қатынасқа түсе алады. Сыни тұрғыдан ойлау, дәлелденген пікір айту, бір шешімге келіп, дұрыс бағыт-бағдар беруші ұстаздармен бірге отырып, дұрыс тұлға болып қалыптасады деген ойдамын. Рахмет.
Келесі біздің кездесу Қазақстанның мұғалімі Лен Асқар ағай. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, әріптестер. Бүгінгі мынау тақырыбымыздың бағдарламамыздың тақырыбы авторлық бағдарламамыз. Бұл Қазақстан Ресей империясының құрамында Қазақстанның Ресейге қосылу процесі. Бағдарламаның өзектілігі Қазақстанның Ресей империясының құрамына қосылуы ел тарихының маңызды кезеңі болып табылады. Бұл процесс қазақ халқының әлеуметтік саяси және мәдени өміріне үлкен өзгерістер әкелді. Ресей империясы мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастардың терең тарихы мен өзара ықпалы, сондай-ақ Қазақстанның Ресей империясына қосылу кезеңіндегі өзгерістер қазіргі қазақ тарихын зерттеу үшін аса маңызды болып табылады. Бұл бағдарлама оқушыларға Қазақстан тарихынан маңызды болып табылады. Бұл бағдарлама тарихи оқиғалар мен процестерді сыни тұрғыдан бағалауға мүмкіндік береді. Бағдарлама қазіргі қоғамның қажеттілігіне сай өткен мен қазір арасындағы байланысты анықтауға, тарихи кезеңдердің маңыздылығын көрсетуге бағытталған. Оқушыларға тарихи деректерді талдау, тарихи оқиғаларды жүйелеу, дағдыларын дамыту арқылы оларды ғылыми ойлау қабілетіне баулуды көздейді. Қазақстанның Ресей империясының құрамына қосылу процесі ұлттық сана мен тарихи шындықты қалыптастыруға үлкен әсерін тигізді. Мақсаттары: оқушылардың сыни ойлау дағдыларын баулу, тарихи оқиғаларды талдай отырып, оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау қабілетін дамыту, тарихи деректермен жұмыс істеу дағдыларын дамыту, оқушыларға тарихи деректерді талдау, оларды жүйелеу және өз пікірлерін негіздеу дағдыларын қалыптастыру. Міндеттері: Қазақстанның Ресей империясына қосылу процесінің тарихи маңыздылығын түсіндіру, оқушыларға Қазақстанның Ресей империясына қосылуының әлеуметтік, саяси және мәдени салдарын таныстыру, Қазақстан тарихының осы кезеңіне қатысты түрлі көзқарастарды ұсыну, оқушыларды әртүрлі тарихи көзқарастармен таныстырып, олардың тарихи оқиғаларға қатысты сапалы және объективті баға беруін қамтамасыз ету. Жұмыстың ғылыми-әдістемелік деңгейі: бағдарламаның ғылыми-әдістемелік негізі кеңестік және посткеңестік зерттеулерге негізделеді. Қазақстанның Ресей империясының құрамына қосылу процесін зерттеу барысында қолданылатын әдістер тарихи зерттеулердің көпшіліктен танылған негізгі әдіс тәсілдеріне сүйенеді. Бұл бағдарлама ғылыми зерттеулер мен бағдарламада тарихи деректер, архивтік құжаттар және зерттеулер негізінде жаңа көзқарастар ұсынылып, өткеннің ғылыми талдауының қазіргі дәстүрлі оқу әдістері ұштасқан. Білетін нәтижелер: тарихи білімді игеру, оқушылар Қазақстан Ресей империясына қосылу процесінің себептері мен салдарын толық түсінеді. Олар тарихи деректермен жұмыс істеу арқылы бұл кезеңнің маңыздылығын игеріп, өз білімдерін жүйелей алады. Сыни ойлау дағдыларын дамыту, оқушылар тарихи оқиғаларды талдай отырып, өз пікірлерін негіздей алатын, сыни тұрғыдан ойлана алатын қабілеттерін арттырады. Тарихи деректерді талдай білу, оқушылар тарихи құжаттар мен деректерді талдап, сол арқылы өз тұжырымдарын жасай алады. Қорытынды: бұл бағдарлама Қазақстанның Ресей империясына қосылу кезеңін жан-жақты және терең зерттеуге бағытталып отыр. Оқушыларға тарихи деректерді талдау, тарихи оқиғаларды бағалау арқылы сыни ойлау дағдыларын мүмкіндік береді дамытуға. Бағдарламада Абылай ханның, Ресейдің отарлау саясаты, қазақ халқының қарсылығы қозғалыстары қамтылған. Инновациялық оқу әдістері оқушылардың зерттеуші дағдыларын жетілдіруге септігін тигізеді. Теориялық тұрғыдан бағдарлама ғылыми тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді. Практикалық жағынан алғанда оқушылар ел тарихына деген қызығушылығын арттырып, патриоттық сезімдерін қалыптастырады. Бағдарлама құрылымы оқушылардың жас ерекшеліктеріне және білім деңгейіне сай жасалған. Ресей империясының Қазақстандағы әкімшілік, әлеуметтік, мәдени ықпалы терең қамтылған. Жалпы бұл бағдарлама тарихи сананы қалыптастырып, оқушылардың ғылыми азаматтық көзқарасын дамытуға, патриоттық сезімді оятуға үлкен септігін тигізеді. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Келесі бізде Қазақстанның мұғалімі Шапарбекова Лилия. Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Бағдарламаның тақырыбы қазақ ханның құрылуы және дамуы. Мақсаты: оқушыларға қазақ ханның құрылуының тарихи негіздерін қалыптастыру, себептерін, негізгі тұлғаларын және дамуының кезеңдерін жан-жақты таныту, қазақ халқының мемлекеттік тарихын құрметтен тарап, ұлттық сана-сезім, отансүйгіштік қасиеттерін қалыптастыру, сонымен қатар тарихи деректермен жұмыс істеуге, талдау, салыстыру және қорытынды жасау дағдыларын дамытуымыз қажет. Яғни бағдарламаның өзектілігі: қазақ ханның құрылуы мен дамуы қазақ халқының мемлекеттік тарихының негізін қалаған маңызды кезең. Бүгінгі ұрпақтың ұлттық тарихқа деген қызығушылығын арттырып, тарихи сананы қалыптастыруда бұл тақырыптың маңызы өте зор. Еліміздің тәуелсіздігін баянды ету жолында жас ұрпақтың ата-баба аманатына
адал болып өсу үшін қазақ хандығының құрылуы, тарихтың терең білуі аса қажет. Сондықтан бұл тақырыпты оқыту оқушылардың отансүйгіштік рухани мәдени құндылықтарын нығайтып, ұлттық болмысын қалыптастыруда өзекті мәселе болып табылады. Жалпы күтілетін нәтиже оқушылар қазақ хандығының құрылу себептері мен тарихи маңызын түсінеді, хандардың ел басқарудағы рөлін танып, олардың саяси ұстанымдарын бағалай алады, қазақ хандығының ішкі және сыртқы саясатын талдай алады, тарихи деректермен жұмыс істеу, салыстырып, қорытынды жасау дағдыларын дамиды, ұлттық сана, тарихи таным мен отансүйгіштік қасиеттерін қалыптасады, қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуы жолында құрметпен қарап, тәуелсіз Қазақстанның қадірін түсінеді. Жалпы қарастыратын бөлім 8 бөлімнен тұрады. Ол жерде кіріспе бөлімі қазақ хандығының құрылуындағы тарихи жағдай, Алтын Орда мен Ақ Орданың мұралары. Екінші бөлімде қазақ ханының құрылуы, Керей мен Жәнібек хандардың бөлінуі, Моғолстан одақтасуы, алғашқы аумақтық шекаралары. Үшінші бөлімде қазақ хандығының алғашқы хандары Керей, Жәнібек, Қасым хан, Хақназар хандардың ішкі сыртқы саясаты. Төртінші бөлімде соғыстар мен реформалар. Бесінші бөлімде қазақ жоңғар соғыстары, тарихи маңызы, ел бірлігі үшін күрес, батырлар рөлі. Алтыншы бөлімде 18-19 ғасырдағы қазақ хандығының саяси жағдай, билер институты, Ресей мен Қытаймен қарым-қатынасы. Жетінші бөлімде қазақ хандығының әлсіреуінің жойылуы, сыртқы кісі мен ішкі қайшылықтар. Жалпы қорытындыда қазақ хандығының тарихи мұрасы, тәуелсіз Қазақстанмен сабақтастығы. Қорытындылайтын болсақ, қазақ хандығының құрылуы мен даму тақырыбында арналған авторлық бағдарлама оқушылардың тарихи білімін кеңейтіп, ұлттық рух пен патриоттық сезім қалыптастыруға бағытталған маңызды білім беру құралы. Бағдарлама арқылы оқушылар қазақ хандығының қалыптасу кезеңдері, ел басқарудағы дара тұлғалардың рөлін, ішкі және сыртқы саясаттағы ерекшеліктерін терең меңгереді. Сонымен қатар бұл бағдарлама жас ұрпаққа өз елінің тарихын бағалауға, ата-баба мұрасы құрметпен қарауға және тәуелсіз Қазақстанның негізі болған тарихи оқиғаларды мақтанышпен тануға мүмкіндік береді. Қазақ хандығының тарихын оқыту ұлттық бірлікті нығайтып, болашаққа сеніммен қарауға жол ашады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сізге келесі кезек Мұстафа мұғалима педагог зерттеуші Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің бүгінгі авторлық бағдарламамның тақырыбы 4-ші сынып оқушыларына арналған хор өнері, элективті курс гимназиялық лицейлік компоненттің арнайы бағдарламасы. Жалпы бағдарламамның мақсатына келетін болсақ, мақсаты бірінші, 4-ші сынып оқушыларының хор өнері саласында музыкалық қабілеттерін, ән айту мәдениетін дамыту және ансамбльдік дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Екінші, вокалды хор дағдыларын дамыту сатысында оқушылардың музыкалық қабілеттерін арттыра отырып, олардың ой өрісін кеңейту болып табылады. Бағдарламамыздың мақсатына келетін болсақ, міндетіне келетін болсақ, бірінші, ән арқылы ұлттық құндылықтарымызды ұғындыру, музыканы есту, еске сақтау, музыкалық шығармашылық, зейін ойлау, елес, қиял, рефлексия қабілеттерін, ырғақ сезімін, жалпы орындау шеберліктерін дамыту болып табылады. Үшінші, білім алушыларды заманауи хор әндермен композитор шығармашылығымен таныстыру. Бұл баланың бойына үлкен қатты әсер етеді. Енді бағдарламамыздың өзектілігіне тоқталатын болсам, мектепте ұйымдастырылатын хор үйірмесі оқушылардың шығармашылық дамуына жол ашады. Хор үйірмесі баланың есте сақтау, тыңдау қабілеттерін арттыра отырып, өзін-өзі ұстай білуге, жеке басының мүддесін ұжымға бағындыруға, қиялы мен еркін бақылау жасауға септігін тигізеді. Ұстаздың әр сыныптағы оқушыларды бастарын қосып, хор ұжымын ұйымдастыру жұмысы музыкалық тәрбиенің басты салаларының бірі болып табылады. Адам жеке басының жан-жақты дамуына, психологиялық мінез-құлықтың дұрыс қалыптасуына хор ұжымындағы ән айту өнері үлкен әсер етеді. Жалпы хор өнері элективті курс бағдарламасы 4 бөлімнен тұрады. Бірінші, іс-шараларда хормен айтылатын әндер. Екінші, хор өнеріндегі шығармашылық жұмыстар. Үшінші, хор үйірмесінің талаптары. Төртінші, вокалдық дағдыларды дамыту болып табылады. Бұл элективті курс бағдарламасының 4 бөлімі. Осы хор өнеріндегі жалпы нәтижелерге тоқталып кетейін.
Бірінші, қорға қатысатын балалардың даусының дамуына көңіл бөлініп отырады. Екінші, хор шығармаларын орындағанда шығарманың мәні мен үшін білім алушылар атаулы хор дағдыларын дамытады. Үшінші, хор өнері арқылы оқушылардың музыкалық есту, ырғақ және дауыс диапазонын дамытады. Дауысының диапазоны қаншалықты кульминацияға күшті жететіндігін анықтауымызға болады осы тұста. Төртінші, оқушылар орындаушылық шеберлік пен сахналық мәдениетті қалыптастырады. Жалпы менің бүгінгі авторлық бағдарламамның тақырыбы хор өнері болғандықтан, аптасына 1 сағат, жалпы жыл бойы 34 сағат. Соның 10 сағаты теориялық бөлімге арналған, 24 сағатты практикалық бөлімге арналған. Бағдарламамды жалпы қорытындай келетін болсам, авторлық бағдарламам оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай жазылған. Хор өнері арқылы білім алушылардың бойына ұлттық құндылықтарымызды сіңіре отырып, шығармашылықтарын жетілдіруіміз қажет. Хор өнері элективті курсының бағдарламасы білім алушылар өзінің орындау шеберлігін арттыра отырып, өз білімдері мен жетістіктерін бағалауды үйренеді. Элективтік курсының бағдарламасы түрлі үйрету әдістемелерімен таныстырылады. Мұғалім берілген тақырыптарды сақтай отырып, өзі жетік білетін әндерді үйретуге болады. Элективтік курс бағдарламасын оқыту тиімді болуы қажет. Оқыту барысында оқушыны мұғалімнің қолдау сөздері маңызды өте ерекше рөл атқарады. Бұл баланың шығармашылыққа деген жігерін, талабын, өзіне деген сенімділігін арттырады және қызығушылығын оятады. Оқушының қабілеті мен білім деңгейін өсіріп отырады. Бағдарламамен хор жұмысының бірқатар ерекшеліктері болады. Бірінші, орындайтын шығармаларды мазмұнды, көркем орындау. Екінші, шығарманы орындау кезінде өзін-өзі ұстай, дұрыс ұстау білу ортада. Үшінші, сахнаға тәртіпті сақтап шығу, шығарманы орындап болғаннан кейін шығып кетуді үйрету. Хор өнерінің пайдасы: музыкалық қабілетті дамыту, хорда ән айту адамның музыкалық есту қабілетін жақсартады, дауысын жетілдіреді және ритм сезімін дамытады. Командалық жұмысы: хорда әрбір оқушы жалпы ансамбльге қызмет етеді. Бұл жауапкершілік пен бірлескен ұжымды үйретеді, жұмысты үйретеді. Шығармашылық жағынан хор өнері адамның шығармашылық қабілеттерін ашады және оның музыкалық мәдениетін дамытады. Ал эмоциялық өрлеуге келетін болсақ, ән айту адамның көңіл күйіне оң әсер етіп, адамды рухани байытады. Рахмет назарларыңызға. Салалы мәдениеттегі тілдің ұғымдық құндылықтарды қалыптастыру 21 ғасырдың талаптарының негізгі бірі. Курстың негізгі міндеттері, яғни лексикалық қорды кеңейту, сөйлеу және пікірталас дағдыларын күшейту, тыңдау дағдыларын дамыту, оқу дағдыларын тереңдету, жазу дағдыларын жеңілдету, жаһандық көзқарастарды қалыптастыру. Курстың, яғни бағдарламаның құрылымы бізге 5 бағыттан тұрады, яғни 5 бөлімнен. Unit 1 Introduction to Language and Cultures, яғни бұл тіл және мәдениет ұғымдары, тілдің күнделікті өмір мен тұлғалық сәйкестігі рөлі. Unit 2 Exploring Cultural Roles Through Language, мәдениеттегі құндылықтардың рөлдік көрінісі, идиомалар, салт, дәстүрлер, әлеуметтік нормалар. Unit 3 Language, Society and Communication, этикалық қарым-қатынас, технологиялардың тілге әсері, топ мәдениетті топтағы жұмыс. United for Language and Critical Thinking, тілдегі бейтараптық және бір жақтылықты сыни ойлау, зерттеу дағдыларын қалыптастыру. United 5 Final Project and Assessment, жобалық жұмыс, қорытынды презентациялар, курсты қорытындылау. Негізгі авторлық бағдарлама 34 сағатқа арналған. Оқыту әдістемесі мен тәсілдері: бірінші, талқылауға негізделген оқыту. Бұл оқушылар шағын топтарға немесе бүкіл сыныппен пікірталас арқылы мәдени идиомалар мен тілдік нормаларды нығайтады. Жобалық оқыту: бұл топпен немесе жеке жобалар жасап, тілдің мәдениеттілігі рөлін зерттеп, нәтижесінде презентацияны ұсынады. Рөлдік ойындар: әртүрлі мәдени сценарийларды бейнелеп, тілдік қарым-қатынасты ерекшеліктерді тәжірибе жүзінде сынап көрсетеді. Case study талқылау, ол нақты жағдаятта тілді және мәдени аспектілерді зерттейді. Мультимедиа және артты пайдалану, ол видеороликтер, онлайн тестілер, интерактивті тақта, Padlet, Canva, Kahoot, Prezi сияқты платформаларды қолдану. Келесі
бізде күтілетін нәтиже бұл тілдік құзырет, яғни ағылшын тілінде түрлі мәдени тақырыптарды еркін талқылай алу, дұрыс сөйлеу, жазу және тыңдау дағдыларын меңгеру. Мәдени сана, яғни мәдени сана дегеніміз әртүрлі елдердің дәстүрлері мен құндылықтарын құрметтеу, мәдениеттер арасында ұқсастықтар мен айырмашылықтарды түсіндіру. Сыни ойлау, тіл мен қоғамды түрлі байқауларда немесе объективтерде баға беру дағдысы, бір-бірін бағалай алу дағдысы. Коммуникативті дағды бұл пікірталасты қалыптастыра отырып, ойды нақты әртүрлі сауатты жеткізу, көп мәдениетті ортада қарым-қатынас орнату. Зерттеушілік дағды бұл жобалар мен есейлерді ақпарат іздеу, жүйелеу, талдау және қорытынды шығару. Бағалау жүйесі, сонымен қатар бағдарламамда бағалау жүйесін қалыптастырып отырмын. Бұл бағалау бірінші критериалды бағалау, мазмұнның тереңдігі, тілдік қалыптылық, шығармашылық идеялар, топтық жұмысқа қосқан үлес, уақытты басқару. Суммативті бағалау бұл яғни тест немесе бақылау жұмыстары, жобалық жұмыстар немесе презентациялар. Формативті бағалау сабақты белсенділік, шағын жазба жұмыстары, пікірталастарға қатысу, рөлдік ойындардың нәтижесі. Сонымен қатар менің ресурстар мен құндылықтар, менің бағдарламамдағы негізгі күтілетін нәтиже, яғни күтілетін тілдік құзырет, ағылшын тілінде түрлі мәдени тақырыптарды еркін талқылай алу, дұрыс сөйлеу, жазу және тыңдау дағдыларын меңгеру. Мәдени сана, бұл дегеніміз әртүрлі елдердің дәстүрлері мен құндылықтарын құрметтеу, мәдениеттер арасында ұқсастықтар мен айырмашылықтарды түсіну. Сыни ойлау, тіл мен қоғамды түрлі стереотиптер мен предубеждение байқау, объективті баға беру дағдысы. Көп мәдениетті ортада қарым-қатынасты орнату. Сонымен қатар зерттеушілік дағды ол жобалар мен есейлерді ақпаратты іздеу, жүйелеу, талдау және қорытынды шығару. Қорытындылай келе, менің авторлық бағдарламаның негізгі ойлау және мәдениет аралық түсіністік, мәдени құндылықтарды түсіну, оқушылар ағылшын тілін меңгере отырып, әлемдік мәдени құндылықтарды түсінеді. Болашаққа бағыт, яғни көп мәдениетті әлемде табысты қарым-қатынас орнату. Яғни бұл дегеніміз қазіргі таңда жаһандану заманында біздің 21 ғасырдың оқушыларына өте қажетті жоба, бағдарлама деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Келесі бізде педагог зерттеуші ағылшын тілі мұғалімі Ермек лауазымына орналасқан кітап. Құрметті әріптестер, мен Ермек Лауазымқызы. Алматы қаласы 181-ші жалпы білім беретін мектептің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға мен бүгін өз авторлық бағдарламамды алып келіп отырмын. Яғни авторлық бағдарламамның тақырыбы ағылшын тілі сабақтарында интернет технологияларын қолдану арқылы ауызша сөйлеуді дамыту. Бірінші бағдарламаның өзектілігіне келетін болсам, қазіргі заман талабы оқушылардың тек біліммен қаруландырып қана қоймай, оларды еркін сөйлететін, өз ойын анық, дәл жеткізе алатын 21-ші ғасыр дағдыларымен жабдықталған тұлға ретінде қалыптастырады. Ағылшын тілі әлемдік қарым-қатынас тіл болғандықтан, оны ауызша түрде меңгеру заман талабы. Алайда, дәстүрлі оқу тәсілдердің ауызекі сөйлеуді жеткілікті көңіл бөлінбеуі, сөйлеу ортасының тапшылығы, тіл үйренуге деген мотивацияның төмендігі сияқты мәселелер кездесіп жатады. Ал бұл біздің бүгінгі алып отқан авторлық бағдарламамыз, яғни интернет ресурстарын тиімді қолдану, оқушылардың қызығушылығын арттырып, оларды шынайы тілдік ортаға тартады. Сондықтан ағылшын тілі сабағында интернет технологияларын қолдану арқылы
ауызша сөйлеуді дамытып тақырыбында бұл авторлық бағдарлама қазіргі білім жүйесінде сұранысқа ие, өзекті болғандықтан осы тақырыпты мен өзім таңдадым. Келесі бағдарламаның мақсаты мен міндеттеріне келетін болсам, яғни бұл мақсат интернет ресурстарды пайдалана отырып оқушылардың ауызша сөйлеу дағдысын дамыту. Ал міндеттері сөздік қорды байыту, орфоэпиялық нормаларды меңгеру, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру, көпшілік алдында сөйлеуге үйрету. Келесі слайд бойынша, яғни бұл ағылшын яғни бұл 9-шы сыныпқа арналған. Бірінші бөлім тіл және сөйлеу, ол 5 сағатқа арналған. Ал сөздік қор және лексика бұл 11 сағатқа. Орфоэпия, жаңағы біздің орфоэпия дегеніміз бұл жаңағы сөздердің дұрыс тәртібі деген сияқты. Ол 4 сағатқа арналған. Сөйлеу мәдениеті және мәнері 9 сағат, қайталау және қорытынды 5 сағат. Жалпы 34 сағатты құрап отыр. Келесі біздің күтілетін осы авторлық бағдарлама бойынша күтілетін оқу нәтижелеріміз, яғни бұл оқушылардың сөздік қорын нақты сөйлеуге дағдысын қалыптастырады. Сөйлеу мәдениетін сенімділікті артады. Қоғамда еркін сөйлеу қабілеті дамиды. Келе қазіргі білім беру үрдісінде интернет технологияларын оқушылардың атап айтқанда ағылшын тілі технологияларды қолдану сөйлеу қабілетін арттыруға мол мүмкіндік береді деп ойлаймын. Бұл бағдарламада ұсынылған әдіс тәсілдер мен онлайн ресурстар оқушылардың коммуникативтік құзыреттіліктерін дамытуға, сөздік қорын байытуға және шынайы тілдік ортаға енуіне ықпал етеді. Интернет технологияларын мақсатты және жүйелі қолдану арқылы мұғалім оқушының қызығушылығын оятып, тіл үйрену үрдісінен жандандыра алады. Болашақта осы бағыттағы жұмысты одан әрі жетілдіру, оқыту сапасын арттырудың маңызды жолдарының бірі болмақ. Осымен өзімнің авторлық бағдарламамды аяқтайын. Назар аударуларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі кезекте сізге ағылшын тілі мұғалімі Саламатсыздар ма әріптестер, мен Нұрымбаева Айгүл Қалиханқызы, 181-ші мектеп ағылшын тілі мұғалімі. Жалпы авторлық бағдарламаның тақырыбы ағылшын тілі сабақтарында жаңа әдіс тәсілдері арқылы оқушылардың қызығушылығын арттырудың жолдары. Ағылшын тілін оқытудың инновациялық әдістерді қолдану бүгінгі күннің талабы. Бұл презентация оқушылардың қызығушылығын арттыру жолдарын қарастырады. Қазіргі заманғы білім беру жүйесінде оқушылардың қызығушылығын арттыру маңызды. Ағылшын тілі пәні тілдік дағдыларды ғана емес, сонымен қатар тұлғалық қасиеттерді де дамытатын құрал. Бұл жұмыста жаңа әдіс тәсілдердің оқушылар белсенділігіне әсері қарастырылады. Қызығушылық дегеніміз не? Қызығушылық оқушының сабаққа шын ынтасымен қатысуы. Қызығушылық артқанда сабаққа белсенді қатысады. Үй тапсырмасын қалыптасады. Бағдарламаның басты мақсаты оқушылардың ағылшын тілін айтуға, ағылшын тілінен өз мүмкіндіктерін көрсетіп, белгіленген сұрақты тыңдап, бағдарламаның оқушының тұлға ретінде қалыптасуына әсер ету, сақтылығымен және еркін сезімділігін арттыру.
Бұғында заттар топтық жұмыстар ақпараттық технологияларды пайдаланып, ойын технологияларын қолдану платформалар, ойындар арқылы виртуалды саяхаттар мен интерактивті тапсырмаларды беру арқылы, мысалы, Duolingo, Memrise, BBC Learning English қосымшалары арқылы дербес оқыту мүмкіндіктерін ұсына аламыз. Тілдік дағдыларды дамытуға бағытталған жаттығулар role-play деп атап, пікірталастар нақты жағдайларда тілді қолдану арқылы үйретеміз. Жалпы мұғалімдерге ұсынар кеңесім, әр сабаққа мақсат қоюымыз керек, оқушылардың жас ерекшелігін ескеруіміз жөн, әртүрлі әдістер үйлестіріңіз, қателіктерден қорықпауға үйретіңіз, оқушыны мадақтаңыз. Әдістердің тиімділігі оқушылардан алынған сауалнама нәтижелерінде 75% жаңа әдістер арқылы сабақ қызықтырақ өтті, 65% сөздік қоры жақсарды, 80% өз ойын ағылшынша жеткізу жеңілдеді. Қорытындылай келе жаңа технологиялар мен әдістемелерді тиімді қолдану табысты оқытудың кепілі. Оқушылардың қызығушылығын арттыру арқылы тілдік дағдыларды жақсарту болашақта білім беру трендтеріне дайын болу. Назарларыңызға рахмет. Келесі бізде бастауыштан мұғалім Кенжебаева Ләззат апайымыз. Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен Кенжебаева Ләззат Егентаевна, Алматы қаласы Алатау ауданы номер 181 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі, педагог зерттеуші. Ерекше білімді қажет ететін бастауыш сынып оқушыларын оқытудың тиімді жолдары. Бұл тақырыпты таңдау себебім, әр сыныпта ерекше білімді қажет ететін оқушылар бар. Сол оқушылардың зейінін, білімін аша отырып, сынып қатарына қосу. Қазіргі таңда барлық әлем жұртшылығын назарын аударып отырған мәселе балалардың жеке сұраныстары мен ерекшеліктеріне ортаның, отбасының қатысуымен білім беру үрдісіне толық қосуды қарастыратын инклюзивті білім беру. Психикалық дамуының негізгі бұзылыстары интеллектуалды даму деңгейі, яғни зейіні, есте сақтау, ойлауы, кеңістігі, бағдарлауы төмен болып келеді. Осы себептерге байланысты психикасы даму кешірген балалардың оқу үлгерімі төмен болады. Бұл балалардың оқу үлгермеушілігі 7-8 жасынан анық байқалады. Инклюзивті оқытудың негізгі принциптері адам құндылығын, оның мүмкіндігіне қарай, қабілеттілігімен жеткен жетістіктерінен анықталады. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті. Әрбір адам қарым-қатынасқа құқылы. Барлық адам бір-біріне қажет, білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жүзеге асады. Барлық адамдар құрбы құрдастарының қолдауымен достығына қажет. Әрбір оқушы үшін жетістікке жету өзінің мүмкіндігіне қарай орындай алатын әрекеттерді жүзеге асыру. Жан-жақты адам өмірінің даму аясын кеңейту. Мұғалім, дефектолог, психолог, логопед диагностиканың 12 бағыт бойынша жүргізеді. Сенсорлы жағдай, зейіні, есте сақтауы, ойлауы, сөйлеу ерекшеліктері, өзін бағалауы, ерік жігері, психомоторлық жағдайы, әлеуметтік тұрмыс жағдайы, оқу біліктілігі. Инклюзивті білім берудің шешу жолдары қатарластарымен толыққанды білім беру, қоғамға кіріктіру және бейімдеу. Мүгедек емес балаларды түсінуге, пікірлесуге тәрбиелеу. Балаға міндетті психологиялық, педагогикалық жетелеу жүріп,
жалпы білім беру үдерісіне кіріктіру. Әр бала үшін кіріктірудің мүмкін және қажетті түрін анықтау. Даму мүмкіндігі шектеулі жандарды есте анықтап, кешенді көмек көрсету. Ерекше сұранысқа ие балаларды қанағаттандыру мақсатында жалпы типте білім беру мекемелерін техникалық құрал жабдықтармен толықтыру. Инклюзивті білім берудің дамыту үдерісінде қоғамдық мекемелерде ата-аналарды қатыстыру. Осы әдістемелік жобаның мақсатында балалармен әзір жұмыс жасап келудемін. Назарларыңызға рахмет. Бізде Татарстан мұғалімі, педагог сарапшы Абдразақова Жатая президенті. Мен Абдразақова Жатая президенті, Алматы қаласы Алатау ауданы 181-ші жалпы білім беру мектептің бастауыш сынып мұғалімімін. Лауазымым педагог сарапшы. Менің сіздерге алып келген жұмысым креативті жазу, балалардың шығармашылық қабілетін арттыру. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталған жазу дағдыларын жетілдіру, олардың өзіндік ойын еркін жеткізуге және қиялын дамытуға мүмкіндік беру. Бағдарламаның міндеттері балалардың жазу шеберлігін, көркем ойлау қабілетін дамыту, оқушылардың сөздік қорын кеңейту, мәтін құрастыру дағдыларын қалыптастыру, жазу процесіне деген қызығушылықты арттыру, оқушыларды шабыттандыру. Әртүрлі жанрдағы шығармаларда ертегі, әңгіме, өлең, сипаттама құрастыруға үйрену. Көркем шығармашылықты дамыту арқылы оқушылардың өз ойын жүйелі және логикалық жеткізе білуіне ықпал ету. Бағдарламаның өзектілігі қазіргі таңда бастауыш сынып оқушылары шығармашылық қабілетін дамыту маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Жазу дағдылары тек әдебиет пен тіл сабақтарында ғана емес, барлық пәндерде оқушылардың ойын анық, нақты және көркем жеткізуіне жалпы білім беру мазмұны функционалдық сауаттылықты дамытуға негізделген, ал креативті жазу бағдарламасы осы талапқа толықтай сәйкес келеді. Креативті курс бағдарламасы жалпы 34 сағаттан тұрады, оны мен 4 бөлімге бөлдім. Бірінші бөлім шығармашылық жазу, оқушылардың шығармашылық жазу дағдыларын тереңдетеді, өз ойын еркін жеткізеді. Бұл 8 сағат. Мәтін құрылымын құру, мәтіннің құрылымын түсінеді, анықтайды, құрады. Оған 8 сағат. Әртүрлі жанрларда жазу, оқушылардың шығармашылық жанрларды меңгереді, әртүрлі мәтіндер құрастырады. Оған 10 сағат. Редакциялау және өзін-өзі бағалау, жобалық жұмыс, редакциялау дағдылары мен өзін-өзі бағалау, оған 8 сағат. Келетін нәтижелер: оқушылардың шығармашылық қабілеттері артады, сөздік қоры кеңейіп, өз ойын еркін жеткізе алады. Жазбаша байланыстың түрлі формаларын меңгереді. Әртүрлі жанрларда мәтін құрастыруды үйренеді. Өз жұмыстарын бағалауға және редакциялауға машықтанады. Бағдарламаның негізгі қорыта келгенде, бағдарлама аясында оқушылар көркем жазу, әңгіме құрастыру, шығармашылық мәтіндер жазу, зерттеу және редакциялау дағдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар олар топтық және жеке жұмыс істеу арқылы коммуникациялық қабілеттерін дамытады, тілдік және әдеби сауаттылығын жетілдіреді. Назарларыңызға рахмет. Шешу барысында логика математика нақты өмірде қолдану, оқушылар инженерлік есептер, цифрлау, графиктер және деректерді талдау арқылы математиканың әртүрлі салаларда қолданылуын түсінеді. STEM бағытында жұмыс істеу тәжірибесін меңгеру, оқушылар топтық және жеке жобалар арқылы зерттеу жүргізіп математикалық модельдеуді үйренеді. Цифрлық сауаттылықты арттыру, биг дата, жасанды интеллект және ақпараттық қауіпсіздік салаларында математиканың рөлін зерттеу. Жобалық жұмыстар арқылы шығармашылық қабілеттерін дамыту, оқушылар өздерінің STEM бағытындағы идеяларын ұсына алады. Келетін нәтиже математиканың инженерлік, ғылыми және ақпараттық технология салаларында қалай қолданылатынын түсінеді, робототехника, цифрлау, деректер талдау және кодтау салаларында есептеулер жүргізе алады, логикалық есептерді шешу арқылы өздерінің математикалық қабілеттерін дамытады. Жобалық зерттеулер арқылы STEM бағытында жұмыс істеу тәжірибесін меңгереді, Python және басқа бағдарламалау тілдерін математикалық есептеулерде қолдана алады. Графиктер, диаграммалар математикалық
модельдеу әдістерін меңгереді. Курс құрылымы курс 34 академиялық сағатқа есептелген негізгі 4 модульден тұрады. Бірінші тоқсан STEM және математика негіздері, екінші тоқсан инженерлік және қолданбалы математика, үшінші тоқсан деректер және цифрлық экономика, төртінші тоқсан жобалық жұмыстар мен математикалық модельдеу. Оқытудың тиімді әдістері оқушылардың қызығушылығын арттыру және тиімді оқу процесін ұйымдастыру үшін төмендегі әдістер қолданылады. Проблемалық оқыту оқушылар шынайы мәселелерді шешу арқылы жаңа білім алады. Топтық жобалау бірлескен жұмыс дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Геймификация, математикалық ойындар, кодтау сайыстары және логикалық тапсырмалар арқылы оқытудың қызықты әрі әсерлі болуы. Тәжірибелік зерттеулер шынайы ғылыми тәжірибелік жұмыстарға негізделген оқу. Ақпарат әдістемелік бөлім Анда жазбаймыз ба? Шығай береміз ба? Жоқ, шықпайды. Осыдан кейін жазасыңдар. бағыты Бағыты бойынша. Білім беру сапасын бойынша мақсатында әзірленген. және алгоритмдік ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталған. Бағалау түрлері қалыптастырушы бағалау Қаншада көрген? 18 адам отыр ма? STEM білім деңгейі, математикалық модельдеуді, меңгеруін кодтау және шифрлау дағдыларын анықтайды. Жиынтық бағалау белгілі бір модуль немесе 90 аяқталғаннан кейін STEM бағытындағы зерттеу жұмыстары, инженерлік есептер, алгоритмдер құру және математикалық модельдермен жұмыс істеу арқылы оқушылардың оқу бағдарламасын меңгеру деңгейін анықтайды. Бағалау әдістері мұғалімнің бақылау оқушылардың STEM бағытындағы белсенділігі мен шығармашылық ойлауын бағалау. Өзара бағалау оқушылар бір-бірінің математикалық модельдерін, алгоритмдерін, зерттеу жобаларын бағалайды. Өзін-өзі бағалау оқушылар өздерінің кодтау, шифрлау және инженерлік модельдеу бойынша жетістіктерін бағалайды. Практикалық жұмыс оқушы Python және C+ көмегімен инженерлік есептерді шешу қабілетін көрсетеді. Жобалық жұмыс робототехника, биг дата, жасанды интеллект, криптография салаларында зерттеу жүргізу. Тест тапсырмалары, математикалық модельдеу, статистикалық деректерді талдау, инженерлік есептер бойынша сұрақтар. Қорытындылай келе, STEM бағдар. Жаңа мүмкіндік жасады. Жақсы өмір, жаңа технология, жаңа мамандықтар. Назарларыңызға рахмет. Рахмет сізге. Келесі бізде қорғайтын Айдарханов Дархан Бауыржанұлы, математика пәні мұғалімі, педагог зерттеуші. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Алматы қаласы Алатау ауданындағы 181 жалпы білім мектептің математика пәні мұғалімі Айдархан Дархан Бауыржанұлы. Бүгінгі менің тақырыбым авторлық жоба қысқаша көбейту формулалардың көмегімен өрнектерді түрлендіру деген. Жалпы авторлық жобаның мақсаты оқушылар бойында математика ғылымына деген шынайы сүйіспеншілікті дарыту, олардың танымдық және шығармашылық қабілетін дамыту, деңгейлік есептер шығару, негізгі бағдарламалық материалдарды жоғары дәрежеде меңгеру. Оқушыларды өз бетінше жұмыс істеуге, еңбектенуге дағдыландыру. Оқушылардың бейімділігін ескере отырып, оны дамыта түсудің нәтижелі жолдарын қарастыру. Енді жалпы қысқаша көбейту формуласы туралы айтатын болсақ, алгебрадағы өрнектерді түрлендіру және оңайлату үшін қолданылатын арнайы ережелер мен формулалар. Бұл формулалар көбейтудің кейбір түрлерін және жылдам есептеуге мүмкіндік береді. Және де көбінесе екі немесе одан да көп өрнектердің қосындысының дәрежелерін қолдану барысында көп қолданамыз бұл формулаларды. Енді жалпы қысқаша көбейту формулаларының негізгі 7 түрі бар. Қысқаша көбейту формулалардың маңызы. Енді жалпы маңызы ол есептеуді жеңілдету, мысалға мәселе есептер болсын, өрнектерді ықшамдауда болсын, көптеген есептерді шығару жолын қысқартады және жеңіл түрде тез шығаруға көмектеседі. Ал енді алгебралық өрнектерді ықшамдау, ол математикалық өрнектерді қарапайым түрде және жеңіл түрде жазуға мүмкіндік береді. Ал енді күрделі теңдеулерді шешу барысында айтатын болсақ, олар күрделі теңдеулерді шешу барысында есепті біршама
жеңілдетуге мүмкіндік береді және сол формуларды қолдану барысында. Қысқаша көбейту формулалардың өмірде қолдану дейді. Қазіргі заманда барлық есептер функционалдық сауаттылыққа байланысты болғандықтан, жалпы мат сауаттылықта да көбінде есептерді біз өмірде қолдану барысын көп қарастырамыз. Мысалға, экономика мен қаржы саласында қолданатын болсақ, біз бұл жерде мысалға қаржы саласында қандай да бір ақшаны біз жылдық пайызбен салатын болсақ, біз осы қысқаша көбейту формуласының екі өрнектің қосындысының дәрежесі түрінде есептеу формуласын қолдансақ болады. Екінші, құрылыс пен архитектурада қолдансақ, бұл формулалар өте жеңіл, есептеуге ыңғайлы. Аудан табуда және көлемін табуда қандай да бір сандардың өзгеру барысында X-тің орнына мысалға кез келген мәнді беріп, ары қарай оның ауданын, көлемін есептеуге көмектеседі. Келесі, егер сіз бизнес және маркетинг болсаңыз, және бұл егер сіз ол жердегі бағаның өзгерісі, мысалы санның өзгерісі болған кезде, және болжау кезінде қысқаша көбейту формулаларын қолдансақ болады. Мысалы, баға мен сұраныс арасындағы байланысты орнатқанда, қысқаша көбейту формулалары нарықта тиімді шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. Машиналар мен техникада, мысалға, машинаның бөлшектерін жобалау кезінде және техникалық құралдардың өлшемдерін жұмыс істегенде қысқаша көбейту формулаларын пайдалансақ болады. Мысалы, бір бөлшектің ұзындығы А қосылған В болса, ал екінші бөлшектің ұзындығы азайтылған В болса, бұл кезде де қысқаша көбейту формуласын пайдалансақ болады. А квадрат азайтылған В квадрат деген. Енді қысқаша көбейту формулаларын мен Паскаль бұрышымен байланыстырып авторлық жолыма кіргіздім. Өйткені Паскаль бұрышы, мысалы, үлкен дәрежелі екі санның қосындысы болсын, азайтындысы болсын, сол өрнектерді ықшамдау барысында қолданады. Мысалға, біз Паскаль бұрышын білеміз мысалға. Мысалы, А қосылған бұның 4 дәрежесі болатын болса, біз Паскаль бұрышындағы 4-ші қатарды қараймыз. Бұл жердегі 4-ші дәрежелі болғандықтан, бұл жерде 5 сан қатарына тұр, сол сандар ретімен орналасқан, ол біздің алдында тұрған коэффициент болады. Мысалы, 4-ші коэффициент, мысалы, 6-ші коэффициент, мысалы, 4-ші қатарды қарайтын болсақ. Ал бұл жердегі А-ның дәрежесі мысалға тимейді, ал В өрнегінің дәрежесі мысалға 1 дәреже, 2 дәреже, 3 дәреже болып, 4 дәреже болып, ары қарай өсу ретімен орналасады. Ол не үшін керек бұл? Мысалы, 7 дәреже болған кезде Паскаль бұрышына қарап, оның дәрежелері мен коэффициенттерін жазып, ары қарай есептеуге болады. Жалпы авторлық жобамды қорытындылай келе, қысқаша көбейту формулаларының өмірде қолданылуы өте кең. Олар күнделікті есептеулер мен шешімдерді қабылдау жеңілдетеді. Сондай-ақ түрлі салаларда тиімді жұмыс істеуге көмектеседі. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет сізге, Дархан Бауыржанұлы. Бесіге бізде география пәні мұғалімі Телегенова Айдана, педагог зерттеуші. Құрметті әріптестер, менің жөнінде тақырыбым, бағдарламаның тақырыбы география пәні оқытуда картографиялық модельдеу әдісінің тиімділігі. Жалпы авторлық бағдарлама барлығы 34 сағат, аптасына 1 сағат, 10 сынып оқушыларына арналған. Бұл авторлық бағдарламаның өзектілігі қандай? Біріншіден, қазіргі қоғамның жағдайы, қалалардағы инфрақұрылымның күрделенуі, түрлі экономикалық, экологиялық мәселелер жаңа ұрпақтың ақпаратты өңдеудің, талдаудың жаңа әдіс мен технологиясын игеру талап етеді. Осы себепті мұғалімдерге қазіргі заманғы жаңа жағдайларға бейімделген қабілеті бар, жаңа технологияларды қалыптасқан, жеке тұлғаларды қалыптастыру қажеттілігіне байланысты авторлық бағдарламаны ұсынып отырмын. Бұл авторлық бағдарламада аталмыш оқу пәнінің меңгеру нәтижесінде келесі құзыреттіліктер қалыптасуы тиіс. Жалпы мәдениетті өзінің тұлғалық даму мақсаттарын қалыптастыруға және шынайы бағалауға қабілетті оқушылар, оқушылардың зияткерлік даму деңгейін арттыру дағдыларын игерген, кәсіби түзетулер негізінде оқу тәрбие үдерісін модельдей, үлгілей алатын, оқыту тәжірибесінде оны жүзеге асыратын оқушылар қалыптасады деген болжам жасаймын. Жалпы картографиялық модельдеу факультатив сабағында 3 сағатқа арналған
Оның ішінде бастапқы теориялық бөлімде газ туралы түсінік қалыптастырылады. Оның карталардың қандай түрлері бар, карталарды құрастыру жолдары, оның кезеңдері түсіндіріледі. Ал екінші практикалық бөлімінде арнайы бағдарламалардың көмегімен тақырыптық карталарды құрастырылатын болады. Жалпы картографиялық модельдеу әдісі бұл география сабағында түрлі қызметтерді атқарады. Бірінші көрнекі бейнелер, дамытушылық, ақпараттық, шығармашылық, тәрбиелік қызметті атқарады. Яғни гаш технологиясының көмегімен оқушылар сабақта сандық карталарды құрастыра алады, сандық контурлық карталарды өңдейді, өз карталарын құрастырады және статистикалық мәліметтерді сандық карталарды кезең-кезеңмен жаңартып отыра алады екен. Осы бағдарламаның көмегімен оқушылар түрлі қолжетімді бағдарламалардың көмегімен сандық карталарды құрастыра алады. Мысалы, өзіміздің күнделікті қолданып жүрген Microsoft Office Excel 2010 бағдарламасының overview қызметі. көріп тұрғандарыңыздай мынандай карталарды жасауға болады. Яғни бірнеше мәліметтерді біріктіріп, түрлі карталар жасайды, слайд-шоу ретінде Фотографиялық модельдеу бұл география, информатика және ақпараттық жүйелер теориясын біріктірілген фотография мен басқа ғылым. Бұл ғылымның нәтижесінде оқушылар сабақта үш өлшемді компьютерлік үлгілер, анимациялық кескіндер, Смотри, иди сюда. Смотри, вот это Рахмет сізге. Құрметті ұстаздар, микрофондарыңызды өшіріп отыруларыңызды сұраймыз. Келесі кезекте биология пән мұғалімі Мұхамедиярова Жанна Мұсатовна, педагог сарапшы. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Номер 181 жалпы білім беретін мектептің биология пәнінің мұғалімі Мұхамедиярова Жанна. Менің авторлық жұмысымның тақырыбы медициналық генетика және көң қолайтын аурулар. Мен бұл тақырыпты таңдау себебім адамның денсаулығының болашағы осы генетикалық ақпаратпен тығыз байланысты және генетикалық зерттеулер адам ауруының алдын алу мен емдеудің негізі болып табылады. Негізгі менің мақсатым оқушыларға медициналық генетика және тұқым қуалайтын аурулар туралы негізгі білім беру, ғылым мен денсаулық сақтау саласындағы қызығушылықтарын арттыру. Міндеттері: теориялық білім беру, практикалық дағдыларды дамыту, ғылыми ойлауды ынталандыру, қоғамдық сауаттылықты арттыру, мамандыққа бағдарлау. Өзектілігі: медициналық генетика тұқым қуалайтын ауруларды зерттейді және олардың алдын алу жолдарын ұсынады. Қазіргі таңда генетикалық аурулар саны артып, адам денсаулығына әсері күшейіп отыр. Бұл мәселе ұрпақтан ұрпаққа берілетін мутациялар арқылы өзектілікке ие. Жүктілікпен неке алдында генетикалық кеңес беру қажеттілігі артуда. Сондықтан бұл сала қоғам денсаулығы үшін маңызды. Медициналық генетика, яғни бұл адамдағы тұқым қуалайтын генетикалық ауруларды зерттейтін және сол ауруларды анықтау, алдын алу, емдеу жолдарын іздестіретін ғылым саласы. Медициналық генетиканың маңызы ауруды ерте анықтау мүмкіндігі артады, генетикалық ауытқулардың алдын алу жолдары қарастырылады, гендік терапия арқылы емдеу әдісі дамиды. Жалпы медициналық генетиканың басты бағыттары: диагностика, кеңес беру, алдын алу және емдеу. Көң қолайтын ауру түрлері өздеріңіз білетіндей гемофилия, Даун синдромы, кетонурия және альбинизм. Адамның генетикалық ақпаратында гендерде ДНК-да немесе хромосомаларда болатын
өзгерістердің, мутациялардың салдарынан пайда болатын аурулар. Бұл аурулар ұрпақтан ұрпаққа берілуі мүмкін. Жалпы тұқымқуалайтын ауруларды гендік терапия арқылы емдеуге болады. Енді жалпы гендік терапияға тоқталып кетейік. Гендік терапия бұл ақаулы гендерді түзету немесе алмастыру арқылы емдеу әдісі. CRISPR-Cas технологиясы генетикалық ақауларды түзетуге мүмкіндік береді. Келесі гендерді алмастыру терапиясы. Жұмыс істейтін геннің орнына дұрыс генді енгізу арқылы. Мен осы жерде CRISPR-Cas9 әдісіне тоқталғым келіп тұр. CRISPR-Cas технологиясы бұл генетикалық материалдарды дәл өзгертуге мүмкіндік беретін технология. Бұл адам ағзасындағы ДНК-ны түзету арқылы жүзеге асады. Кейбір кейде ДНК-да қателіктер болуы мүмкін. Мысалы, гемофилия немесе кейбір рак ауру түрлері осы генетикалық қателіктерден туындауы мүмкін. Бұл әдіс ДНК-ның дәл бір жерін кесіп тастау арқылы жаңа генді енгізу арқылы іске асады. Және бұл өзгеріс ДНК-дағы қателіктерді түзетуге көмектеседі. Мен суретте өздеріңіз көріп отырғандай, мына жерде CRISPR-Cas технологиясы, яғни бірінші науқастан жасуша үлгісі алынады, дұрыс жұмыс істейтін ген жасушаға енгізіледі, өзгертілген жасушалар ағзаға қайта енгізіледі және жаңа ген аурудың дамуын тоқтатады. Жалпы тұқымқуалайтын ауруларды толық емдеу қиын, бірақ оларды бақылауға алып, алдын алуға болады. Қазіргі медицинада бірнеше тиімді әдістерді қолданады. Жалпы тұқымқуалайтын ауруларды жеңу әдістері. Сіздер суретте көріп отырғандай, гендік терапия бұл гендерді түзету әдісі. Түзету арқылы қолданады, яғни гендік терапия әдісі. Келесі медициналық генетикалық кеңес беру. Бұл үйленбес бұрын, жүкті болмас бұрын генетик дәрігермен кеңес алу. Және туыстық некеден аулақ болу әдісі. Келесі диеталық терапия. Бұл арнайы тамақтану әдісі. Келесі жеңіл әдістің түрі трансплантациялық генетика диагностикасы. Бұл көбіне экода қолданылады. Эмбрионды жатырға енгізбес бұрын оның генетикалық ақаулықтарын тексеру әдісі. Яғни бар ма, жоқ па. Келесі бізде селективті жүктілікті тоқтату. Бұл жүктіліктің бастапқы кезінде байқалады. Яғни жүктіліктің бастапқы кезін тоқтату процедурасы. Және ерте босану, түсік тастау және қауіп-қатерді жеңілдету әдісі. Келесі симптоматикалық емдеу әдісі. Бұл аурудың себептерін емес, аурудың белгілерінің көріністерін бақылау. Яғни құсу, жөтелу, ауырсыну, ісік сияқты симптомдарды жаңа бақылау әдісі. Келесі бізде стволдық жасуша терапиясы. Бұл зақымданған жасушаны алмастыру әдісі. Яғни бағаналы жасуша арқылы іске асырылады. Күтілетін нәтиже. Генетикалық білім деңгейі. Оқушылар медициналық генетика және тұқымқуалайтын аурулар туралы білімдерін меңгереді. Практикалық дағдылар. Генетикалық тестілеу және нәтижелерді интерпретациялау қабілеті артады. Ғылыми ой өрісі. Оқушылардың критикалық ойлауы мен зерттеу дағдылары дамиды. Сауаттылықты арттыру. Қоғамдағы генетикалық сауаттылық деңгейі көтеріледі. Мамандыққа бағдар. Генетика, биология, медицина сияқты салаларға қызығушылықтары артады. Қорыта келе, медициналық генетика және тұқымқуалайтын аурулар туралы білім беру оқушылардың ғылыми көзқарасын дамытып, генетикалық сауаттылығын арттырады. Теориялық және практикалық дағдылар нәтижесінде жастардың генетикаға қызығушылығы артып, денсаулық сақтау саласындағы кәсіби мүмкіндіктері кеңейеді. Жалпы мен мына жерде сіздерге айтып кеттім. CRISPR-Cas технологиясы бұл қазір бізде ақш-та және Қытай елдерінде даму бұрыннан қолданылып. Söyleyeyim звондап отыр маған. Қайта көшіріңдер жазыңдар. Қызықтар. Бұл Қазақ ұлттық университеті және Назарбаев университеттерінде зертханаларында тәжірибеден өтуде. Рахмет.
Назарларыңызға рахмет. Жақсы, Жанна Ершатовна, сізге рахмет. Келесі кезекте бізге дене шынықтыру пән мұғалімі Төкенұлы Бекқазы, педагог зерттеуші. Бүгін ашық бағдарламаның тақырыбы баскетбол ойынының тарихы және техникасы. Бағдарламаның мақсаты оқушыларға баскетболдың негізгі ережелері мен техникаларын үйрету, олардың ойын барысында қолдану, физикалық дамуын жетілдіру, оларды ойынның негізгі ережелері мен тактикаларын сай тиімді ойын стратегияларын жасауға дағдыландыру. Бағдарламаның міндеттері оқушыларды баскетбол ойынының тарихымен таныстыру, оның әлемдегі маңыздылығы мен танымалдығын түсіндіру, ойынның негізгі ережелері мен құрылымын меңгерту, алаң мен ойын құрал-жабдықтарын дұрыс пайдалану, дағдыларын қалыптастыру, баскетболдың негізгі техникалық дағдыларын үйрету, ойын барысында дұрыс қолдануға мүмкіндік жасау. Оқушылардың физикалық дайындығын арттыру, сондай-ақ командалық жұмыс, жауапкершілік және тәртіп дағдыларын дамыту. Оқушыларды жарыстарға дайындап, ойын дағдыларын жарыс жағдайында қолдануға мүмкіндік беру. Бағдарламаның өзектілігі баскетбол әлем бойынша кең тараған спорт түрі және оны үйрену балалардың физикалық және әлеуметтік дамуында маңызды рөл атқарады. Осы бағдарлама арқылы оқушылардың дене шынықтыру деңгейін арттыру, сонымен қатар командалық жұмыс пен спорт этикетті дамыту көзделеді. Баскетбол үйрену оқушылардың ептілік, жылдамдық, төзімділік және командалық жұмыс дағдыларын жетілдіру. Баскетбол ойынының тарихы және техникасы элективті курс бағдарламасы 4 бөлімнен тұрады. Біріншісі баскетбол ойынының тарихы және ережелері, екіншісі баскетболдың техникалық элементтері, үшіншісі баскетболдағы ойын тактикасы, баскетбол ойынының дамуы және жарыстар, күтілетін оқу нәтижелері. Баскетбол ойынының тарихы және техникасы бағдарламасы бойынша оқыту барысында жоғарыда аталған әдістемелік нұсқауларға сүйене отырып, оқушылардың физикалық және әлеуметтік дағдыларын дамытуға, командалық рухты қалыптастыруға, техникалық және тактикалық білімдерін жетілдіруге мүмкіндік туындайды. Оқыту кезінде әдіс тәсілдердің әртүрлілігі оқушылардың қызығушылығын сақтауға және тиімді оқыту процесін қамтамасыз етуге көмектеседі. Назарларыңызға рахмет. Рахмет сізге. Құрметті ұстаздар, осымен біздің 3-ші секция бойынша ұстаздарымыз өздерінің авторлық жұмыстарын аяқталды. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздерге QR арқылы кіріп сұраймын. Рахмет.